Бүгінгі жаңалықта Атырау облысы Махат ауданы Махат поселкесіндегі Нұрбөбек ясли бақшасы туралы сөз етпекпіз. Бұл балабақшада 2009 жылдың желтоқсан айында ашылды. Қазіргі таңда Атырау бойынша 140 баланы балабақшамен қамтып отыр. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2009 жылғы номері 448 қаулысымен бекітілген балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған балапан бағдарламасы бойынша қаржыландырылып отыр. Менің дамытушы ортам қандай болуы керек? Айдарының бүгінгі кейіпкері осы балабақшаның екінші кіші топ тәрбиешісі Нұрсейітова Жазира Бауыржан қызы. Ол Атырау қаласындағы іргелі білім ошағы Қатира Дүтбаева атындағы гуманитарлық колледжінің түлегі. Мамандығы бастауыш сынып мұғалімі. Тәрбиешілік еңбек өтілі 2 жыл. Биылғы жылы Аджип компаниясының демеушілігімен Орталық Азия Евразияның қоры орталығының бақытты балалық шақ жобасы бойынша өз білімін жетілдірді. Бала жаны түсінетін, әрдайым ізденісте жүретін 8 қырлы бір сырлы тәрбиеші. Ендігі кезекте кейіпкеріміздің өзіне берсек. Жазира Бауыржан қызы ертегі кейіпкерлерінің бейнесін өзінің шебер қолдарымен балаларымен бірге майшамды ерітіп, оған түрлі түсті бояулардың қоспасын қосып, әдемі мүсіндер дайындап жасайды. Ертегіге балаларды қызықтырудың мақсаты бұл балалардың бойына ертегінің қалай басталып, қалай аяқталғаны туралы ұғымдарын, ертегі кейіпкерлерінің қимыл қозғалысын келтіру, дауыс ырғағына салу арқылы балалардың есте сақтау қабілеттерін дамыту болып табылады. Жазира Бауыржан қызы саусақ театры мен күнделікті оқу әрекетінде көрнекілік ретінде де пайдаланып отырады. Табиғатты зерттеу, бақылау, балабақшадағы тіл дамыту, көркем әдебиет, құрастыру оқу әрекетінде баланың жан-жақты дамуына әсер етеді. Жазира Бауыржан қызы табиғат бұрышындағы еңбек өсімдіктерді күту кезінде күнде балалардың кезекшілік бұрышында топ бөлмесіндегі гүлдерді күтіп, баптауға су құйып, гүлдерді тазартып тұруға баулиды. Балаларды аквариум балықтарының түрлілігімен таныстырып, қалай қоректенетіні туралы айтып үйретіп отырады. Балабақшада баланың танымдық қабілеті сюжеттік рөлдік ойын әрекеті арқылы қалыптасады. Ойын әрекетінде балалар өзін-өзі танып, ойы шыңдалады. Мектеп жасына дейінгі бала ойнаған кезде сан түрлі ойыншықтарды пайдаланады. Ойыншықтарды пайдалану баланың іс-әрекетін дамытады. Ойын
кезінде құрастыру, бұзу, біріктіру, өзгерту әрекеттері кезінде өзіндік сана сезімін жетілдіреді. Білім саласы математикада балалардың ой өрісі дамиды, геометриялық пішіндерді бір-бірінен ажыратып атай білу үйренеді, қиял болжамдары дамиды, дидактикалық шеберлік артады. Жазира Бауыржанқызы түрлі түсті сулы қағаздардан гүлдер жасап, әдемі көйлектерді шебер жасауда. Трансформер кітабында балалардың зейінін, ойлау қабілетін артады, толық түрде қабылдауы қиялы дамиды, ұсақ қол моторикасын дамытуға мүмкіндік беретін заттардың түсін, түрін, көлемін бағдарлап үйренеді. Түйме жолы балалардың майтабан болмауына көптеген септігін тигізеді. Түйме жолын көбінесе ұйымдастырылған оқу әрекетінде және балалар ұйқыдан тұрған мезгілде қолданылады. Балалар іздермен жүру арқылы тепе-теңдікті сақтауды үйренеді. Денсаулық бұрышында тұрған бой өлшегіш деп аталады. Шыныққан сайын баланың бойы, ақыл-ой өседі. Нұрбек балалар бақшасының алдына қойған мақсаты Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын жүзеге асыруда. 5 білім саласын денсаулық, қатынас, шығармашылық, әлеуметтік орта мазмұнын пәндік дамытушы орта құру арқылы жүзеге асыру дейді балабақша ұжымы.